Депутаттық корпус деген оғаш аты бар банданың қылмыскерлері жиі заңның алдындағы жауапкершіліктен құтылып жүрді. Биліктің жоғары эшелондарындағы байланыстар бұған өз септігін тигізбей қойған жоқ. Топтың атауы осыдан шықса керек. Біраз уақыт бұл топты Иқан мен Мурка лақап есімді достар басқарды. Муркаға, яғни Мұратхан Тоқмадиға арыздар полицияға бір емес, сондай-ақ қазақстандық кәсіпкерлерден ғана емес, шетелдік кәсіпкерлерден де түскен. Кейбір деректерге қарағанда, бір уақытта топтың саны шамамен 35 адам болған. Алғашында барлығын чемпион деген лақап атты басшы басқарса керек. Олар күрес және бокс залдарын, спорттық іс-шараларды және ішінара Қытай-Қазақстан шекарасы арқылы контрабандалық тауарларды өткізу, коммерциялық спорт жарыстарын, боулинг орталығын және шейпингті бақылаған. Депутаттық корпус бандасының құрылуы сонау 90-шы жылдары басталды. Олар бірінші кезекте Алматыдағы 20-дан астам сауда нүктелерін қылмыстық топтың крышасына қойды. Банданың жетекшілері спортпен айналысқан бірнеше адам болды. 90-шы жылдардың ортасында бандиттердің бірнеше жеке коммерциялық құрылымдары жоқ емес еді. Бірақ оған қарамастан ресми заңды бизнеске көшу әлі алыс болды. Рэкет әлі өркендеп, барлық мәселелер қарудың көмегімен шешілді. 1997 жылы Әліш лақап аты бар ұйымдасқан қылмыстық топтың белсенді мүшелерінің бірі киллердің қолынан қаза тапты. Кейіннен бригада басшылығын Серік Тоқтағанов пен Нұрқанат Сапабаев алды. Депутаттық корпус саудагерлерге шабуылын жалғастырды. Дәл осы салада Мұратхан Тоқмадидің есімі алғаш рет айтылды. Кейін ол қазақстандықтардың көпшілігіне шыны патшасы ретінде танымал болады. КТК арнасы таратқан күш құрылымдарының деректеріне сүйенсек, 1999 жылы Мұратхан Тоқмади қытайлық кәсіпкер Ялан сауда орталығының президенті Сәндунға қарсы рэкетті өзі басқарған. Кәсіпкер Сәндун өз арызында одан және Ялан сауда орталығының директоры Сәкен Сабиғазыұлынан крышевать еткендері үшін $100,000 талап етілгенін жазған. Кәсіпкерлер ақша төлеуден бас тартқан соң, бопсалаушылар Сабиғазыұлын қатты соққыға жыға бастады. Ол миы шайқалып көптеген жарақаттармен ауруханаға түсті. Алғашында күш құрылымдары Мұратхан Тоқмадидің үстінен бопсалау бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Бірақ болашақта бұл іс күтпеген жерден тоқталып, қарақшылар Сәндуннан қылмыстық қамқорлық үшін айына $120,000 талап ете бастады. Дегенмен Тоқмадиге қарсы ауыр қылмыстар бойынша қылмыстық істер жабылған жалғыз жағдай бұл емес. Бұға дейін дерек бойынша ер адам 4 ағайынды тобымен Ялан сауда орталығы орналасқан Рахат базарының аумағын бақылау құқығы үшін күрескен. Осы оқиғадан 3 жыл бұрын Тоқмадиев Алматыдағы Жібек жолы мейрамханасының алдында келушілерге оқ атып, Ішкі істер министрлігі полкінің полицейі Аван Хайдаров пен өтіп бара жатқан 19 жастағы Айбек Мағауовты жарлаған. Бірақ сол кезде де ол жазаланбады. 2013 жылы egov.kz сайтының ашық диалог атты бір бөлігінде Артын Дайрабаев атты автордың үндеуінде ол сол кездегі әділет министріне Мұратхан Тоқмадиевті тексеруді талап етеді. 1995 жылы ол өзінің ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне, торпедашыларына мені физикалық түрде жою туралы бұйрық берді. Сол оқиғалардан сынған мұрын көпірім естелікке қалды, деп хабарлады ол. Тоқмадиев маған рейд жасау арқылы $100,000 бопсалады. Менің MMC Pajero A 181 CSM жип көлігін алдау жолымен иемденіп алды. Менің тарапымнан бірнеше жолдастарының көзінше крыса деп айыптағанымнан мені физикалық түрде жою туралы бұйрық берді. Дәулет Тұрлыханов оның маған қарсы жасаған заңсыздығын біліп, оған тосқауыл қойды, деп жазады арызданушы. 2002 жылы Zakon.kz интернет порталында оңтүстік Астанадағы ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшілері туралы Алматы қалалық СқQ ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасынан ақпарат пайда болды. Депутаттық корпус деп аталатын ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшілерінің бірі ретінде 1970 жылы туған Семей облысының тумасы Тұрлыханов Марат Болатұлы есепте болды. Белгілі болғандай, ол қылмыстық топтағы билігін 1993 жылы бопсалаған үшін ұсталған, 1966 жылы туған Мурка лақап аты бар Мұратхан Тоқмадиевпен қатар жүргізгені белгілі болды. Ал осы ақпаратты жариялаған кезде ол БК Рахаттың бас директорының орынбасары болып жұмыс істеді және Қазақстан Республикасы бокс федерациясының вице-президенті болды. 2004 жылы абайсыздықтан мыс Тоқмади өзінің досы Тұран Әлем банкінің топ-менеджері Ержан Тәтішевті атып өлтірген. Оқиға Қасқар аулау кезінде болған. Көлік жүргізіп келе жатқан Тәтішев мылтығын Тоқмадиге беру сәтінде оқ атылып Тәтішевтің өліміне әкелді. Тергеу бұл жерде анық кісі өлтіруді көріп, құлшыныспен бұл істі қолға алды. Бірақ кейіннен іс тынышталып, Тоқмади осы қараңғы істің анық қайшылығына қарамастан ақталды. Мұратхан Тоқмади өзінің қылмыстық өмір баянынан толығымен арылуға тырысып, уақыт өте табысты бизнесмен және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бұрынғы президиумының мүшесі ретінде танылды.
2003 жылы Казстройстекло компаниясын құрып, оның бас директоры болды. 2004 жылы Алматыда қазақтың тұңғыш өнеркәсіптік шыны өңдеу зауытын салды. Бұл айтарлықтай табысты кәсіпорын 2008 жылы ең үздік өндірістік кәсіпорын болып танылып, Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа сыйлығымен марапатталды. Бірақ 2017 жылдың жазында Мұратхан Тоқмәдиді дәл өз үйінде Арман Вилла элиталық тұрғын үй кешенінде ұстады. Бұл қаладағы ең қымбат жылжымайтын мүлік еді. Арнайы жасақтың кәсіпкердің пәтеріне басып кіруіне күзетшілер кедергі бола алмады. Оған тиесілі Казстройстекло зауытында да іздестіру жұмыстары жүргізілді. Ресми түрде Бақ Тоқмәдидің тұтқындалуы оның депутаттық корпус ұйымдасқан қылмыстық тобының құрамындағы қызметіне байланысты екенін хабарлады. Ол 2005 жылы Семрюжком жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Казстройстекло серіктестігінің құрылтайшысына күш қолданамын деп қорқытып, пайдакүнемдік ниетпен бопсалау жолымен белгісіз тұлғалармен қылмыстық келісімге келіп, осы кәсіпорындардағы жарғылық капиталдың үлесін тартып алу деген күдікке ілінген. Оның ісі бойынша сот процесі 6 айдан сәл астам уақыт созылып, бопсалау және заңсыз қару сақтады деп айыпталған Тоқмәди 3 жыл колонияда жазасын өтеуге кесілді. 2018 жылдың наурыз айында Тоқмәди Тараздағы Жамбыл облыстық ауруханасынан қашып кеткен, бірақ сол күні кешке ұсталған. Тағы да сол 2018 жылдың наурызында Мұратхан Тоқмәди банкир Ержан Татишевті өлтірді деген айыппен 10,5 жылға сотталған болатын. Тергеу Татишевті қазір шетелде тұратын Мұхтар Әбіләзовтың тапсырысымен өлтірді деп есептейді. Ал Әбіләзов болса Татишевтің өліміне еш қатысы жоқ екенін және Тоқмәдимен жеке таныс емес екенін мәлімдеді.